Қалайша мықты маркетолог болуға болады? Ең алдымен бұл нәрсеге сіз ойланған кезде, бұл нәрсе туралы оқыған кезде, ізденген кезде, осымен айналысқан кезде сіздің мына көздеріңіз жанып, энергияңыз тасып, тағы да осындай нәрселерді жасағыңыз келіп тұрса, онда бұл сіздің өмірлік мүмкін миссияңыз болуы мүмкін. Екінші нәрсе, маркетингте үздіксіз даму, яғни үздіксіз оқу. Неліктен десеңіз, қазіргі уақытта информация өте тез өзгеруде, даже секунд сайын. Мысалға айталық, сіз армияға кетіп қалсаңыз, бір жылдан кейін қайтып келсеңіз, сол уақытта өтіп жатқан нәрселерге ілесе алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да маркетолог деген әрдайым күн сайын қазіргі болып жатқан ситуацияларға анализ жасай отырып, өзінің жобаларына немесе клиенттерінің жобаларына әсер етіп, оларды дамытып отыратын мықты маман. Үшінші нәрсе, арғымен жақсы қарым-қатынаста болу. Мысалы, сіздің бір супер клиентіңіз болса, сіз оған сапалы түрде жұмыс қызмет көрсететін болсаңыз, бұл міндетті түрде сіз ол адамнан ризашылығын аласыз. Екінші нәрсе, сіз өзіңіздің еңбек ақыңызды аласыз. Үшінші нәрсе, өзінің ортасына кәсіпкерлерге сізді кеңес береді.